Енді 1391 есептің 4-ші, 5-ші, 6-ші есептері қалды. Соларды талқылап жүрейік. 3x қосылған y минус 2 тең 0. Бұл жерде y өзіміз әдемі шығып тұр екен. 3x теңдіктің әбетіне минус 3x плюс 2 болып өтеді. Минус 2-міз. X-ке минус 1 берейік, 0 берейік, 1 берейік. X-ке минус 1 берсек, минус бен минус плюс болып кетеді. Плюс 3, 2, екеуі 5 болады. Y жазбаппыз. Жерге 0 берсек, Y-іміз 2 шығады. Егер 1-ді беретін болсақ, жер минус 3, яғдан минус 1 шығады. Енді графигін сызайық. X өсі, Y өсі. X-іміз минус 1. Y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Екеуінің қиылысқан жеріндегі нүкте. X 0, Y-іміз 2. Сонда нүктеміз мұна жерде. X-іміз 1, Y минус 1. Ол минус 1 төменде. Сонда екеуінің қиылысқан жерінде нүкте мұна. Сонда біздің графигіміз налай осымен түзу ғып сызып өту керек сызғышпен. 5-ші есеп. X қосылған 9 тең 0. Бұл жерде бізде Y жоқ. X тең, сонда нешеге? Минус 9-ға. Бұның графигі мынандай, яғни Y пен қиылыспайды деген сөз. X өсі, Y өсі. Минус 9 қай жерде болады? Мына жерден былай санап келген кезде, жер минус 9 деп ойлайық. Сонда біздің түзуіміз былай, минус 9-дың үстімен өтеді. Мынаның графигі, X минус 9-дың үстімен өтеді. Y ешқандай жоқ. 6-ші есеп. 4y қосылған 8 тең 0. 4y 8-нен өтсе минус 8. Y тең минус 8 4-ке бөлсек минус 2. Бұл жерде де x жоқ көріп тұрғаныңыздай. Мына жер x өсі, жер y. Y-іміз неше дейді? Минус 2 дейді. 1, 2. Төменге қарай. Мына жер минус 2 ғой. Сонда біздің түзуіміз, графигіміз мұнау. Минус 2. X пен ешқалай қиылыспайды.